Uzun sözün qısqасы kitap оқимын. Ол күні дүйсенбі еді, мен кітап оқуды бастадым. Бір кезде ойландым, жалқау мысық дейтін кітап бар екен. Осыны оқиын дедім. Бұл кітапты оқу керек. Бір бетін өзі ұзақ қой, мен қалай оқып бітем? Енді оқып бастайын. Әрең оқиын ғой мынаны. Қашан оқып бітем мен мынаны? Не істеу керек түсінген жоқпын. Оқып бітіру керек. Уақыт өтті. Және мен оқып, міне бітірдім. Әрең ретінде оқып бітірдім. Соң қуанып. Енді не істесем болады дедім. Қуанып отыра бердім. Бірақ тура алдымнан жаңа кітаптар пайда болды. Мен шошып кеткенмін, не істесем болады дедім. Және кітапты оқуға бастым. Кітапты оқыдым. Соң ол бір кітапты бастадым. Бір кезде оны әрең дегенде оқып біттім. Енді мына үшінші кітап бар. Мен қалай оқысам болады? Қалай тез оқысам болады мені? Үшінші кітапты қалай бітірем енді? Үшіншісі бар екен ғой. Не істесем болады? Кітапты енді амал жоқ, оқып бастау керек. Айтпақшы, менің телефонымны қарасам болады екен ғой, ана нелерді. Қалай тез оқу керек екен? Және мен содан кейін телефонымды алдым. Ішінен көп нәрсені қарап, не істеу керек екенін түсіндім. Ол үшін оның бүкіл түсін оқу керек екен. Мен бүкілін дұрыстап оқыдым, және ашып алдым. Және сөйтіп оқып, мына кітапта оқиын дедім. Ал енді оқиық. Бастайық. Енді уақыт алайық. Ал кітап оқиық. Жылдамдықты қосу керек. Тез оқимын. Жылдамдықты оқу керек. Мен тез оқи салдым. Және де осы оқып біттім. Және міне дұрыс. Ең үлкен мынандай дәу кітап бар екен. Қазақ ертегілері дейтін. Бұны оқу керек па әлі? Енді оқып бастайық. Бұл кітапты ашын қарасам 261 бет қойнау. 261 бет. Бірақ мен соңында да бүкіл кітапты оқып біттім. Оқып біттім. Әрең дегенде оқып бітірдім. Не істесем болады деп ойланып отырдым. Және осылай кітаптарды көп оқыдым. Бірақ сөйтіп қарасам, қазіргі жыл деген 2023 емес, қазір 2036 жыл екен. Ұзын сөздің қысқасы кітап оқимын. Видеоны болса тіркеліп лайк басып кетші.